Акынмен аттас есімім атты танымдық сайысқа қош келдіңіздер. Біздегі мақсатымыз осы ауданымызда білім саласында қанша ақынмен аттас, ұлы ақынмен аттас абайлар қызмет етіп жүрген, немесе ұлы ақынмен аттас қанша балалар білім алып жатыр деген мақсатта ауданнан осындай мәліметті жинаған болатынбыз. Жинаған кезде біздің Мұнайлы ауданы бойынша білім алып жүрген 27 оқушымыз бар екен, қызмет етіп жүрген 8 ұстазымыз бар екен. Тұлғанда абайдың осындай 110 жылдығы белгіленіп жатыр екен. Менің атымды әкем қойған. Өз еліне деген шексіз сүйіспеншілігінің арқасында маған қазақтың бас ақыны Абай есімін береді. Менің де атымды болса ол ақын Абай атамызға ұқсасын деп қойған. Сол кезде Абай фильмін көріп, өзі кішкентай өзі 3 жаста екен. Абай болады, Абайдай болсын, ұлы болсын деп соны қойған екен, жақсы екен. Әжем Абайдың даналығын ақыл ойын берсін деп қойған. Абайдың 150 жылдық мерейтойының қарсаңында наурыз айында дүниеге келдім. Ешкімнің айтқанын тыңдамай, әкемнің әкесі Түзелбай есімді Абай деп қойған. Ол кісінің көздеген арманы мақсаты өлеңге, өнерге жақын болсын, ақын болсын деген мақсатпен. Атымды әкем Сәтжан қойды, әжем қойды, Абай атамызға ұқсасын деп. Атымда атам қойды. Абай Құнанбаев сияқты ақын, жазушы, ағартушы, философ болсын деп. Абай Құнанбаев сияқты аудармашы, композитор болсын деп қойды. Атам қойды. Абай Құнанбаев сияқты ұлы ақын болсын деп. Шешем қойған, осы Абайдың аты өшпесін, қазақта Абай секілді ақындар көбейе берсін деген себепті. Қазаққа ең танымал адам болсын деп. Қоғамның от күштерінің өркениеттігіне әлеуметтік символ болып Абай болып жүргеніме мақтанамын, ақырын нық басылар әр қадамым. Алла қолдап, аман жүрсек бұл жалғанда, күллі әлемге шығарам қазақ атын. Абай қазақтың қамын ойлаған, қазақ үшін әрқашан шыбын жанын қинаған, 13 жаста ел билеп, әке жолын жалған. Бұл өлеңде ізінде де жалғасын деп, осы өлеңдер болмаса өмірдің де сәні жоқ. Ақындарға рахмет, өлеңдерді шығарған. Абай деген дана ғой бәрі үшін, жасы үлгі жастарға беру үшін. Барлығы да атамызды біледі екен, оның атын ешқашанда өшпейді деген. Қазақ деген алтын бар, Абайды оқып өскен халқым бар. Ақын болайық, халықтардың алдында жазушы ақын болайық. Екен саналы қылып, өлеңді жаңғыртамын дана қылып, өлеңді жазамын, ойдан ойлап, сәйкес шығар өзіме осы өлең. Орын таппай баптанба, малланып шаттанба, ойнап босқа күлу. Бес нәрседен асық қол, адам болам десек. Жеткен соң түспеді уысыма, қолымды мезгіліне кешсек демедім. Бұл мақұрым қалмағыма кім жазалы, қолымды дөңтірмесем өздермедім. Адамның бір қызығы бала деген, баланы оқытуды жек көрмедім. Сегодня есть ужин, ратыжный праздник, впереди огонь зажжет, и никак не исчезнет. Бұл кітап келді Алладан, оның төрті Алланы тануға сөз айырмас. Ұял, баланы десең оқыт мал аяма. Сенбе жұрттар тұрса да қанша мақтап, әуретеді ішіне қулық сақтап, өзіңе сен өзіңді алып шығар.
еңбегімен ақылы екі жақтан. Білем екен, Македония шаһары оған мекен, Филипп патша баласы ер көңілді мақтан сүйгіш қызған шағада мекен. Ескендір, елді аулаған хан қоймады, алған бұл салқын тәтті суға қаныңыздар, шақ келер, маған жан жоқ наныңыздар. Мықтымын деп мақтанба ақыл бетсең, мықты болсаң өзіңнің нәпсіңді жең. Ашуланба ей падишам айтайындан, алтын қақпа бермеді сізге рұқсат. Сый сұрадың бергені бір қу сүйек, мұңғыр алыңыз сізде ғибрат. Абай күнінде атамыздың атын алып шілден бері көтеріп жүрмін. Абайларға тілейтінім бар. Биік шыңдардан көрінеміз. аңсаған армандарына жетсін. Онда көп әдебиет оқыған адам, көп өлең жаттаған адамның логикасы мықты болады. Артымызда ерген інілерімізге жақсы болсын деп тілейміз енді. Адам болып, кішіпейіл болып, ана болсын дейміз. Ақырын жүріп анық басатын, атымызға затымыз сай, абай болайық. Танымдық сайысында белсеніп көрсеткені үшін Қызылтөбе лицейінің физика пәнінің мұғалімі Сериков Абайға беріледі. Танымдық шара өз дәрежесінде өтті. Бұл жерде енді тәрбиелік мәні бар. Мына балдардың өзінің Абай есімді қалай алып жүрген, не мақсатпен ат қойылғандығы біздің ойымыздан шықты. Біз Абай атамызды әлде білмеген қырлардың көп екенін білдік. Және де әрбір қазақ баласы Абай Құнанбаевты, Абай атамызды күнделікті өмірінде оқып жүру керек екенін білдік, кітап оқу керек екенін білдік. Әрбір қазақ, нағыз қазақ баламыз Абайды оқу керек екенін біз білдік. Осындай аудан оқушыларының, жастарының, ұстаздарының басын біріктіріп Абай есімді осындай үлкен шара өткіз жоғарғы деңгейде өтті деп айта аламын.